Ішкі істер органдары жыл сайын халыққа 25 миллионнан астам мемлекеттік қызмет көрсетеді. Паспорттар, жеке және жүргізуші куәліктері. Тұрақты тұру үшін елден шығу құжаттарын рәсімдеу. Көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу және есептен шығару. Сондай-ақ мемлекеттік нөмір белгілерін және куәліктерді беру. Еңбек мигранттарына рұқсат беру және мерзімдерін ұзарту. Белгілі қызмет түрлерімен айналысуға лицензия және рұқсаттар беру. Мұрағаттық анықтамалар беру және басқа да көптеген қызметтер. Барлығы мемлекеттік қызметтің 36 түрі. Жеке және заңды тұлғалар үшін көрсетіледі. 30 түрі автоматтандырылған және азаматтар үшін электрондық форматта қол жеткізілді. Қызмет алушыға электрондық үкімет порталындағы жеке кабинетіне кіріп, сандық қолтаңбасын қою жеткілікті. Ішкі істер министрлігі цифрландыру жұмыстарын жалғастырады. 2020 жылдың соңына дейін ішкі істер министрлігі көрсетілетін қызметтердің 95%-ын автоматтандыратын болады. Бұл сіздердің тыныштығыңыз бен қауіпсіздігіңіз үшін.